2023 жылдың қаңтар айының 13 жұлдызында Қазақ әдебиеті газетінде жарияланған Самат Өтениязовтың «Қонаев пен Зиманов. Олар тіршіліктерінде өзара дос болған жоқ» атты мақаласынан үзінді. Мен Салық Зимановтың қол астында біраз уақыт қызмет істедім. Егемендіктің алғашқы жылдарында Сәкең парасат атты заң қызметкерлерін дайындайтын университет ашқанда мені қызметке шақырды. Алайда мен барғанша бірнеше жыл өтіп кетті. Шет тілдер факультетін ашқанда мен оған декан болып бардым. Көп ұзамай ол мені проректор қызметіне тағайындады. Біраздан соң бірінші проректор штатын ашып, мені осы қызметке отырғызды. Мен осы қызметте 2001 жылдың басына дейін болдым да Испанияға кеттім. Қысқасын айтқанда, Сәкеңнің жанында жүріп Қазақстанның өткен тарихымен, оның ішінде жазыла бермейтін жайттармен біраз таныс болдым. Сәкеңнен: «Сізді 2 рет қызметіңізден босатты, осы жағдайлар туралы әркім әртүрлі айтады» деп сұрағанымда, ол маған былай деді: «Мені алғашқы қызметімнен Қазақ СССР ғылым академиясы, философия және заң институтының директоры қызметінен босатудың тарихы мынадай. Бір күні маған орталық комитетте бөлім бастығы Михаил Иванович Есенәлиев телефон соғып, амандық саулықтан соң мынандай өтініш жасады: «Салық Зиманович, мен сізге бір баланы жіберемін. Сіз соны тәрбиелеп, өзіңізге шәкірт етіп, ғалым дайындап шығарыңыз. Ол қыз бала Женпидің орыс тілі мен әдебиеті бөлімін бітірген» деді. Мен келістім және «Қашан келеді?» деп сұрадым. «1-2 күнде барады» деді. Михаил Иванович айтқан қыз келді. Институттың штатын көрсетіп, қызметке алуға бұйрық шығаруды хатшыға тапсырдым. Сондағы айтайын дегенім, әлгі қыздың фамилиясы Қонаева екенін байқамаппын. Хатшы қызым қипақтап, күнде соғыс туралы бірден айтады. Мен оған да көңіл аудармаппын. Есімде қалғаны: әлгі жаңадан келген қыз таңертең жұмысқа қара Волга машинасымен келеді, кешке қара Волга алып кетті деген сөздерге ол Михаил Ивановичтің машинасы ғой дегенімін. Көп ұзамай хатшым: әлгі қыз анау 2-ші бөлімнен жылап шықты деді. 2-ші бөлім дегені дәліздің қарсы жағында орналасқан КГБ қызметкерлері отыратын кабинет. Олардың бастығы және басқа да жігіттер маған аға деп құрақ ұшып сәлемдесіп жүретін қызметкерлер еді. Әлгі жайсыз хабарды ести салып жетіп барып, «Не болды жігіттер?» дегенімде, олардың айтқаны мынау: «Аға, сіз қызметке алған қыздың фамилиясына көңіл бөлдіңіз бе? Оның фамилиясы Қонаева. Өткен жылы, яғни институт бітіргеннен соң, Дінмұхамед Ахметович фамилиясын берген. Талдықорғанда тұратын бір татар әйелден туған қызы. Онда тұрған не бар? Бұл жақсылық емес пе? Дінмұхамед Ахметовичтің перзенті. Қуанышты жағдай. Қызды неге жылаттыңдар десем, Дінмұхамед Ахметовичтің жұбайы Зухра апайдың бір тапсырмасын орындай алмай сорлап отырмыз. Қонаев Талдықорғанға бір барғанында осы қыздың шешесімен бірге үшеуі фотоға түсіпті. Қыз ол кезде 6, әлде 7-ші класста оқиды екен. Зухра апамыз сол фотоның көзін құрту үшін алып келіп маған беріңдер деп Шевченкоға тапсырма берген. Ал ол бізге бұйрық берді: «Мына қызға біз жалынып жүрміз, айналайын, бізге сол фотоның ең болмаса біреуін әкеліп бере ғой» деп. Қыз көнбейді. Оның шешесі де бір адуын адам болуы керек. Қыздың жылап кеткені содан, Сәке. Қорыта айтқанда, Сәке, бізге де, сізге де тыныштық керек. Бұл қыз мұнда жүргенде бізге тыныштық болмайды. Оны Мәскеу, Ленинград сияқты бір жаққа аспирант етіп жібермейсіз бе? Сіздің қолыңыздан келеді ғой деп олар ағынан жарылды. Мен жағдайды енді түсіндім. Шынында да, бұл қызды бір жаққа асырып жібермесек, біз проблемадан құтыла алмаспыз деп ойладым да, Мәскеудегі философия институтына телефон соғып, «Бір аспирантымызды алыңыз» деп өтініш жасадым. Ондағы ғалым еврейлер: «Салық Зиманович, сіздің адамыңызды қуанышпен қабылдаймыз» деп жылы сөздердің неше түрін айтты. Көп ұзамай іссапар қаражатын бөліп, Раиса Қонаеваны Мәскеуге аспирантураға түсуге жібердім. Алайда ол қыз біраз уақыттан кейін аспирантураға түсе алмай қайтып келді. Оның неше түрлі себебі болса керек. Қыз орыс тілі мен әдебиеті мамандығын Женпиде бітіргендіктен білімі әлсіздеу болған сияқты. Соны пайдаланып, еврейлер оның орнына өз адамын алып алған ау. Сондықтан мен оны аспирантураға өзіміздің институтқа түсіріп, стипендиясын 100 сом қылып бекітіп жіберуді жоспарладым. Дәл солай істеп, одан емтихан алып құжаттарын реттеп, аспирант етіп Мәскеуге жібердім. Осылай құтылдым.
Алайда соның нәтижесінде Зухраға айыпты болып шықтым. Сол себепті мені философия және құқық институты директоры қызметінен кетірді. Ал қыз диссертациясын қорғады ма? Қазір қайда? Қорғап келді. Осы Алматыда бір жерде жұмыс істейді. Тағы бірде Сәкеңмен Шамалған станциясындағы бір мектепте кездесуге барып қайттық. Дәл осы сапарда мен екінші рет оның ғылым академиясының бас ғылыми хатшы қызметінен қалай босағанын сұрадым. Бір күні әлгі Раиса Қонаеваны жылатқан КГБ қызметкері келді де: «Салық Зиманович, мен жаңа ғана Талдықорғаннан келдім. Раиса Қонаеваның шешесі Дінмұхамед Ахметовичке хат жазып жіберді. Сол хатты міндетті түрде Салық Зимановқа көрсет. Содан соң ғана Қонаевтың өзіне апарып бер» деп қатаң тапсырма берді. Мен таң қалдым. Алайда әлгі хатты оқып шықтым. Бұл хатта әлгі Раиса Қонаеваның Талдықорғандағы шешесі Дінмұхамед Ахметовичке арнап ауыр сөздер жазыпты. Қысқаша мазмұны мынадай: «Саған Құдай перзент бермей зар жылатып жүргенде, мен жалғыз ұрпағыңды дүниеге әкеліп едім. Сен соны бағаламақ түгілі, қатыныңнан қорқып ешқандай көмек жасай алмадың. Жалғыз перзентіңе ешқандай жәрдем бере алмай, көлеңкеңнен қорқып жүргенде, Зиманов сенің қызыңды кандидат қылып адам қатарына қосты, яғни ғалым етіп шығарды. Сол үшін Салық Зимановичті сенің қатының жұмысынан қуды. Ұят-ай, не деген масқара. Жарайды, солай ақ болсын. Басқа қызмет неге бермейсің? Бүкіл Қазақстанды билеп отырып, сенің қызыңды адам қылған Зимановқа қызмет берсең қайтеді? Әлде Қазақстанда қызмет құрып қалды ма? Сен үшін мен ұялып, кірерге тесік таппай отырмын». Хатты күтіп отырған жігітке қайтып бердім. Ол сонда: «Мен енді осы хатты қазір Шевченкоға апарып беремін. Ол Қонаевқа бүгін ақ жеткізеді. Аға, енді сізге қызмет беріледі. Көрерсіз, менің айтқаным дәл келеді» деп шығып кетті. Көп ұзамай Салық Зиманұлы СССР ғылым академиясының бас ғылыми хатшысы деген аса беделді қызметке отырды. Алайда 2 жылдан соң бұл қызметтен босатылғаны да белгілі. Раиса Қонаева турасындағы деректер Салық Зиманов жұмыс істеген ғылым академиясының мұрағатында сақталған екен. Оның естелігінде айтылатын уақыт 1969 жылдардағы мұрағатта ол қыздың аспирантураға Мәскеуге жіберілуі туралы, ғылыми жетекші тағайындау туралы, стипендия тағайындау туралы түрлі бекітілген құжаттар сақталған. Сонымен Раиса Шаяхметқызы Қонаева 1972 жылдың 21 қарашасында кандидаттық диссертациясын қорғап, 1973 жылы 23 наурызда бүкіл одақтық аттестация комиссиясы бекіткен философия ғылымының кандидаты ресми құжатын алып елге оралады. Өмірінің соңына дейін Жамбыл технология институтының Алматы филиалында аға оқытушы, доцент, профессор міндетін атқарушы, кафедра меңгерушісі қызметін атқарып, сол жерден 2002 жылдың 28 сәуірінде зейнетке шығады. Бүгінде Раиса Шаяхметқызының деректерін Қонаева деп іздесеңіз, академиядан басқа жерден таба қоюыңыз қиын. Ол 1975 жылы Қасымов Мұхит Әлмағамбетұлы деген Қостанай облысы Жангелдин ауданында туған азаматқа тұрмысқа шығып, тегін Қасымова деп өзгертеді. Өз қолымен 1989 жылы орыс тілінде толтырылған өмірбаянында Раиса Қонаева 1977 жылы ұлды болып, атын Тайлан қойғаны жазылған. Бірақ онда күйеуі туралы еш мағлұмат жоқ. Өмірбаянда өзінің Өзбекстанның Әндіжан облысы Айым ауданында 1938 жылы туғанын, 1946 жылы Талдықорған қаласына көшіп келгенін, мектепті сонда бітіріп, 1962 жылы Қыздар педагогикалық институтына түскенін жазады. Мұрағат деректері бойынша бұл кезде оның фамилиясы Бұғыбаева болған. Институтты 1966 жылы бітірген соң бір жылдай сонда архивариус, кітапханашы болып қызмет істепті. Раиса апамыз 2004 жылдың 18 қарашасында 65 жасында жүрек талмасынан дүние салыпты.